Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мынау жаңа бір қазақ кісілердің сөйлесіп отқан интернет желісінен көрдім да бір-біріне. Орыс тілінде сайрап жатыр. Қалың қазақ орыс тілінде сөйлеп жатыр бір-біріне. Енді ана жерде бір қазақ тілінде сөйлеңдер деп еді, соны жеп қойды. Мен сол таңғаламын да, орыстың тілінде сөйлейтін қазақтар. Өздерің қазақ екендеріңді қалай білмейсіңдер? Қазақсың, өзің айнаға барып қарасаң, қасы өзің қара, жаңа азиатсың, славян емессің. Бір әкең аралас, бір орыс аралас, жаңа не дейді, қан араласқан біреу болсаң бір жөн, сырттан келген, қоныстанған біреу болсаң бір жөн, қалың орыстың ортасынан келген. Сен осы жерде туып өсіп, қазақтың нанын жеп, суын ішіп жүрсің. Қазақтың нанын жеп, суын ішіп, қазақтың ортасында өмір сүріп жатсың, орыстың тілінде сайрайсың. Қаны басына шығып тұр да, ана видеода қарасаң. Біреу айтып еді, бәрі. Ол жаңағы не? Интернет желісінде қазір шулап жатыр ғой. Орыс тілді жаңағы садик дейді ғой, жаңа балабақша. Ашындар деп жатыр орыс тілінде. Кілең қазақтың қатындары, әйелдері, қатын. Ана кісілерге бар ғой, қатын деп айту керек. Қазақтың не күйеулер айтпай ма ана жерге? Қырылысып жатыр. Ана жердегі. Ойбай, орыс тілінде жаңағы балабақша ашылу керек. Орыс тілінде мектеп ашылу керек. Жоқ, сен орыс еліне, орыс елі бар ғой, құрып кеткен жоқ. Орыс еліне барып тұр. Таза сондай керек болып жатса. Неғып оны байбалам салып, жиналыс салып, ана активист залда жаңағы шум көтеріп. Өзің қазақсың. Ұят емес, масқара қаншама орыстар көріп отыр. Бір жерін ашып күледі, мазақ қып, қазақтар біткен өз ішінде. Осындай жағдай болып жатыр. Жоқ, енді бұл мен өзім түсінбеймін да осындай орыс тілінде сөйлейтін кісілерді. Жарайды, енді адам жай қалыпқа келеді ғой. Бірақ енді біттік қой бәріміз. Кішкене өзгерейік те. Мен де өзі қағаз жүзінде Қазақстанның бәрі орыс болып кетті. Қағаз болсын, сөйлеуіңіз болсын, басқаңыз болсын. Енді жайлап қалыпқа келейік те. Мен де өзгеруге тырысам, жайлап біреудің барып мұрнын қанатып басын жару емес, жаңа көшеден орыс көріп, жүгіріп барып бетін тырнап. Жайлап екемге келу керек қой, кішкене қазақылыққа өз-өзімізді көрсетіп, жайлап қазақтар бір-бірін бетін тырнамай, бір-бірімізден алыспай. Жаңағы тақырыпты қарным ашып кетті өте. Қалың қазақ шулап жатыр, қырылысып, орыс тілінде, мектеп ашыңдар орыс тілінде, балабақша ашыңдар деп. Бірін-бірін өлтіруге дайын ана жерде, мылтық берсең ат тастайын деп тұр. Орыс біздің ата жауымыз ғой, қашан қайта береміз? Біздің жауымыз. Ертең олар не істейтінін Құдай білсін. Қазір қаншама нәрсе істеп жатыр ғой. Бізге білдіртпейді, білдіртіпті. Біз біттік Қазақстанда. Енді біз өз айлаға сап, кішкене тілімізге ие болып, қазақша сөйлеп, қазақы киімдер киіп, бір-бірімізге дұрыстап қарап, дұрыс жүріп, кішкене даму жасайық қолдан келгенше. Кәпірлердің ата жауымыздың тілінде сөйлеп сайрай бермей. Ол біздің ата жауымыз, біздің бүкіл атамыздың бәрі, қазақтардың бәрі орыстармен соғыс өткен. Олар бізді соғыспен басып алды. Біз оларды бір құшақ жайып күтіп алған жоқпыз, дастархан жайып келіңіздер деп. Олар бізді қанды қасаппен қырып, жойып, басын
шауып, қазақтың басын шауып, басын 2-ке айырып, 4-ке жарып, миын шашып тастаған. Бас көтергендерін тұқымымен құртып, ана кішкентай балаға дейін өлтіріп, әйелге дейін атып, асып, зорлап, қырғын қасап жасаған. Енді оны осы 70-80 жыл болды ғой, сол аштықтың, мысалы аштық ұлтты жою, бүкіл қазақтың малын тартып алды. Үрерге иті, сығарға биті дейді қазақ тілімен айтқанда. Бізді дымымызды қалдырмаған. Қазақтар бір-бірінің етін жеген. Ана деректі фильм, кинофильмдер, кітапқа жазып шығарып жатыр ғой. Соны анау өсіп жатқан балаларға айту керек, үйрету керек. Міне біздің ата жауымыз. Ертең бұл келешекте қайталануы мүмкін. Біліп жүру керек. Орыспен дос болсаң, айбалтаң қойныңда болсын қазақ дейді. Бұл біздің ата-бабамыздың айтып кеткен өсиеті, ұрпақтарына, балаларына. Саған ол орыс жақсылық жасап, үйттім, бүйттім, сөйттім деп келеді, аяқ астынан басын жауып кетеді, бітті бір түнде кеп шауып. Сені ол алла құшақтап, бірдеңе сірдеңесін беріп, үйттім, бүйттім деген жай нәрсе. Анау бүкіл Ресей империясы кезінде осы қазақтардың кесірінен анау жатқан өзбек, қырғыз, түркімен, тәжік дерге дейін жете алмай қойған, неше жылға дейін қазақ даласын басып өтіп. Өйткені біздерді жеңе алмай қойған. Біз бір-бірімізді көре алмаймыз, бір-бірімізді ұруға бөлініп, соғысып, қырылысып жатқан кезде шетімізден қалпақпен соғып алған. Басында келіп соғысты, қырылып қалды. Осындай әдіспен жеңіп кетті. Содан кейін барып, олар бізді, ал 10 жыл Кенесары ханның өзі, қазақтың соңғы ханы Кенесары, ол соғысты, ол өлді, сол жолды таңдады, өліп, басы шабылып, денесі басы қайда екенін әлі ешкім білмейді. Қорлықпен өлді, мазақтықпен өлді. Былайша айтқанда, басын кесіп алды да, ана әкетті. Басына жаңағы арақ құйып ішті, немесе жаңағы темекісін тұтаттайды, ойнай келген істеді, аяғын астына салды, бітті. Қорлықпен өлтірілді. Әйтпесе сол Кенесары хан өлетінін білмейді деп ойладық па? Ол білді өлетінін. Ол бірнеше жылын сол көтерілісті бастап жатқанда білді, ол ең аяғы осы жақсылық апармайды, оны өліп қалатын кез келген уақытта. Ол сол жолды таңдады, кетті. Ол адам жоғары Құдайдың бір берген мүмкіндігі, сыйы. Адам жайдан жай өле алмайды. Жан беру деген оңай емес. Жан беру оңай емес. Мына дүниені сен қалай тастап кетесің қиып? Мынандай дүниені, Құдайдың жаратқанын. Сен өз жаныңның өзін қиналып әзер бересің ғой, кез келген уақытта. Дәм-тұзың таусылғанның өзінде сен, Құдай басқа самасын, ол жағдайда жаның беру оңай емес. Сен өзің дәм-тұзың таусылған кезде сен жаныңды да бергің келмейді. Ал сен ол жерде біліп тұрсың да өлетініңді, кез келген жерде. Ол оңай емес та. Соның үшін қазақ халқы батыр деген сондай атақ берген, жай адамға бере бермейді оны, кез келген жаңа ұрда жоқ, батыр шатыс адамдар емес, ол батыр деп сондай тұлғаларға айтылады. Ол кәпір, басып келіп жатқандар, кәпір, шошқа етін жеп, арақ ішіп, ойнай келгенін жасап, зинаның көкесі, арақтың көкесі, зұлымдықтың көкесі, лас халық, сасық, ешқандай бір үлгі алатын жоқ олар тайпадан. Енді Кенесары бабамыз солай қорлықпен кетті. Ол не қылып кетті? Осы келешек ұрпақ үшін соғысып өлді. Кенесары ханның өзі 10 жыл соғысып өте алмаған орыстың генералдары, қаншама мықты дамыған қару-жарағымыз бар деген өзінде бізді жабайылар да менсінбей көшіп қонып жүрген, сасып, жаңа биттеп жүрген деп. Тазалықтың бәрі бізде болды ғой. Тазалықтың бәрі бізде болған. Барлық
Мәдениет бізде болды, барлық жағы болды бізде. Оқымаған тоқымаған емес, оқыған тоқыған адамдар болды. Оны осы беріде орыс міне қазақтың мына миынан жоқ қылып жіберді. 70 жыл құлдығында болдық. Бодандығы дейді ғой, былайша айтқанда, анық айтқанда. Орыс не айтады, соны істейді. Осы бүкіл Азия халқын бір уысында ұстады ғой. Сталин бастап, Ленин бастап. 80-91 жыл тәуелсіздік алдық, 86-та бұрқ етіп соғыс ашып, талай қазақ қырылып кетті ғой. Сол қазақ қалай бұлқынып шықты, сол баяғы қазақ тағы бас көтерді. Содан кейін бір Қырғызстаныңыз, Өзбекстаныңыз, Тәжікстаныңыз, Түркменстан қайда басқа мемлекеттер барып жаңағы тәуелсіздігін алды. Сол баяғы қазақ қайтадан ерлік жасап, тұяқ серпіп, өйткені қанында барға баяғы түркілердің, біз осы жерінен жаулаған түркілердің ұрпағымыз. Мына жағыңыз Қытайдың жер, мына жағыңыз бүкіл солтүстік Ресей. Ресей деген арда анау орманда санаруулақ теріп бір тайпа болған жүрген. Атты бір не істесе бітті, орманға тығылады. Ешқандай. Оларды адам қылып, ел қылған осы алтын орда ел қатарына қосып, адам қылып тәрбиелеген. Сондай мемлекет болған кезінде. Қазір кеп Кенесары бабаларымыз соғысып өліп кетті. Енді кеп Кенесарының басын алып қорлықпен өлтірілгеннен кейін Қырғызстаныңызды жүріп өтті таптап. Оғышты бәрін талқандап, ана тарихтан оқыңыздар, Оғышты қалай қырып салған қырғыздарды. Қырғыздарды қалай қырып салған. Қырғыздардың көп қырғыз ағайындар сол орыстарды қол шапалақтай киіп өздеріне. Тарихын оқымайды ғой. Қалай қырып салып, таптап өткен. Қырып жойып, таптап өткен. Бастарын екі айырып. Одан кейін ана Фрунзе деп жаңағы өздерінің адамдарын атын қойып, үшін генералдарын бәрін әр жағында Қоқан, Хиуаны таптап өтіп, Бұхараны таптап өтті. Өзбек ағайындар әр жағын Тәжікстаннан бірақ шықты. Бүкіл Түркмен жерін таптап. Қазақты сол азиаттар бірікпеді ғой. Кенесары сол Қырғызға барды, Қоқанға барды, өзбек ағайындарға әрлі-бері шапқылады. Әскер жиып соғысайық. Мүмкін сол соғысқанда біріккенде сол келе жатқан қалың мыңдап келе жатты ғой, 30-40 мыңдап әскер. Тазалғанын шығарғанда Азияны бірнеше жылға дейін кіре алмайтын еді. Әттең сол бір өкініш тарихта. Енді Алланың қалауымен әр нәрсе, бірақ тарихтан сабақ алу керек қой адам. Әлі де кеш емес, өзбек, қырғыз деп қырылса бермей, бірігіп мына орыстан сақтану керек. Әрқашан бірлікте болу керек. Жаңағы сол қазақ, орыс тілінде сайрап жатқан қазақтар мәңгүрт олар. Өз туған жеріне туып өсіп, қазақ тілін менсінбейді, қазақ тілінде сөйлеу бір миларына сіңіп қалғанда, ұят бір басқа бір тілінде сөйлеп жатқан сияқты, бір мақаулардың тілі сияқты. Орыс тілінде сөйлейді. Ол не сонда? Не әдемілік па? Саған не керек сонда? Сен бір миллиардер, дүние жүзі бойынша бір сұмдық адам болып көрінесің ба елдің көзіне? Құрып кетсін, жоғал әрі. Сасық шошқалардың тіліне керек жоқ. Мен ұлттың араздатып отқан адам емеспін. Тарихқа шын көзбен қараймын. Бізде де толып жүрген интернет желісінде сайрап отыр. Ойбай, қазақтардың жері, біздің жер үйту керек, бүйту керек. Іште жау жетеді. Ертең бас салса, іштен шығады бірінші болып. Сонда ана көршіңнің кім екенін сол кезде көресің сен. Күнде сен құшақтап, сайрап, ана орыс тілінде сайрап, жаңа сыраларың тішіп, салаң тежеп жүрген
көрсін көрсетеді ертең. Соларды қазақ тілінде сайрату керек. Қысып ұстау керек. Қазір бетіңе бажыраяды. Сен нафиг нужен казахский язык деп. Оны менің өзім бетіме де айтқан. Оны бетіме де айтқан. Қырылдық. Әділдік жоқ. Жеңіліп қаласың. Сол үшін қазақ тілінде сөйлейік. Қазақ тілінде өзіміздің ата-бабамыздың тілінде сөйлейік. Жойылып жоқ болып кетеміз ғой. Орыс тілінде сайрай берсек. Тарихымызды білейік та, оқиық та. Сен кімнің тілінде сөйлеп жүрсің? Ана сенің аталарыңды қалай өлтірді, қалай қырып салды? Ана 28-ші жылы компрессия жасап үкімет. Сол орыс үкіметі ғой, жарлық шығарады. Қазақтар мыңдаған бай болған керемет. Мыңдаған санын білмейтін байлық. Сол байлардың малдарын бәрін тартып алып түгел құртты. Өздерін жер айдап, үрім бұтағымен жоқ қылып жіберді. Ең аяғы не болды? Аштық болды, қырғын болды. Ашаршылықтан 3 миллион дейді, 4 миллион дейді. Әйтеуір қанша өлгенін ешкім білмейді оны. Жобалайды. Қырылып қалдық бірін етін жеп. Сыртқа қашты, енді өлеме не істейді? Атып атыр, асып атыр. Тұқым сақтау керек. Өзің балаң, Құдай басқа самасын қиналып атқан, қалай жанға батады. Кетті, бүкіл шет мемлекетке тарап миллиондаған қазақ. Оны шекарадан қырып салған, атып, күтіп алады да. Мылтықпен, пулеметпен қырып салады. Бұл жерде енді орыстар жылқы жемейді ғой. Бізде жылқы, мыңдап жылқы ұстаған қазақтар жылқылардың бәрін атқан. Ана сайға апарады да, ат тастайды. Мыңдаған жылқыны атады. Қамайды да. Мылтықпен атып оны мыңдаған қай жылқын көме береді. Бүкіл ауру тарап, індет, оны жеген аң, құста, адамды ауруға ұшырап, індет, бүкіл ашаршылық жайлап жатыр. Ауру былайша айтқанда оба дейді, жұқпалы инфекционный дейді. Қырғын Қазақстан, қырғын қиналған қазақ. Қырылып, топалан қырылған қойды. Одан кейінгі 31-32-де аштық қырғын. Салықтың түр-түрі. 38-ші жылы бүкіл білімді зиялы қауымдың бәрін ат тастады. 40 мың дейді, 30 мың дейді. Одан 2-3 есе көп қой. Оны кім санап жатыр, қайсысын өтірік түтесіне дейін. Бүкіл түгел қырып салған. Ешқандай кінәсі жоқ. Ең аяғы өзіміздің ішінде әр ұлттың өз адамдары болады ғой енді бүкіл ұлтта. Нашар адамдар. Өзінің қара басын ойлағандар. Түбі өледі ғой адам. Адам түбі өледі. Одандағы мәрттікпен өлу керек та. Сатқындық жасап, азын аулақ өмір ғой ол. Жаныңды ойлап, онда итікке бармау керек ешқашан. Өлдің бе, Алла өз өмір берді. Ана дүниеде өзің жауап бересің. Алла көріп тұр. Алла өзі ұлтқа бөлдім деп айтылып тұр ғой. Ұлтқа бөлдім, тайпаға, руға, тілге бөліп тастадым. Ол Алла біліп тұр, сені сынап жатыр. Сен сатқын болып өмір сүресің, сүмелек болып. Жаңағы басқыншылардың айтқанын істеп, өз халқыңды қырып. Жоқ. Бір адам болса да сен өлтіріп өл, жаудың алдынан шығып. Шахидтік деген сол. Өз отаның, жерің, дінің үшін сен соғысып өлесің. Құдайдың алдында да, өзің адамзат баласының, мұсылмандардың алдында да таза өлім ол. Отаны қорғау, басқыншылар. Олар оның үстіне кәпір. Енді мысалы қарап отырсаңыз, жаңа 38-ші жылдары, 37-ші жылдар қырғындаған білімді адамдар ат тастады. Әнші, сазгер,
қоғам қайраткерлері, мынау қазақ элитасы дейді, мықты министрлік қазіргі. Қырғын Әлихан Бөкейханов, Алаш арыстары, Міржақып Дулат, Үш арыс, Қос бәйтерек, Үш бәйтерек түгел үрімбі тағымен құртты. Лагерь мына Қазақстанда түрме ашты. Бүкіл мыңдаған қазақ әйелдері, білімді әйелдер, жаңағы білімді азаматтардың әйелдері, балаларын лагерьде қара жұмысқа жегіп 20-30 жылға дейін соттап, оның ішінде ана оқуға мен дәтім шыдаған жоқ кітапты. Ана кітапты оқуға мен жүрегім шыдаған жоқ. Әрі және секіріп оқып кеттім. Қаным басыма шығып. Сол жаңағы алаш арыстары мысалы атылды ғой, қудаланып түрмеде жатыр, оны ешкім іздемейді, бірінен қашып. Мысалы әйелдерін келіп алып кетеді. Әйел адамдарды ана Қарлак деген Қарағандыда, мен Қарағандының тумасымын. Қарағандыда мыңдаған әйел отырған. Сол әйелдерді зорлаған. Сол орыс шошқалар, ішінде сатқын қазақтар бар. Сол сатқын қазақтарды шіркін-ай басын шауып тастағанда сол орында. Сол зорлап, ойларына кейін істеп неше жыл аштықпен қатырып, қинап өлтірген сұмдық. Ана кітабын оқып, адамның жаны шыдамайды ғой ана қорлықтарға. Қалай ұлтың адамдарын қорлап атқанын. Бар ғой ол жерде жігіттер көп болды ғой, қазақ балалары. Өліп кеткендер ше, алысып. Оны біз білмейміз. Білетініміз де көп, білмейтініміз де көп. Енді сол жаңағындай қалай осындай тарихты көріп тұрып, өз ұлтыңды қалай сыйламайсың, құрметтемейсің. Мына үлкендер, мына өсіп келе жатқан балаларға осыны жеткізіңдер. Қазақ ұлты жеткізіңдер. Әрбір семья, жаңағы отбасы өзінің кешкілікті болсын, кішігірім бір әңгіме болу керек та, өз ұлты жайлы, қай ұлт қандай зомбылық болды, қазақтың бір тарихын кішкене әрлі-берлігі тарихын айтып отыру керек кішкене. Ана баланың басына барады, миына барады. О балаң сен жаның ашиды. Әрине, әркім өз баласына жанын ашиды. Бірақ сен сол балаңа өзің жауың кім екенін айтпасаң, жаның ашымағандығы сол ғой. Ертең сол балаңа сол жаңағы орекеңдердің біреуі қапыда қатырып кетсе, сол сен кінәлісің. Сон ата жауын танытпай кім екенін, тарихын бір кеште болса да бір әңгіме айтпағансың ата жауы туралы. Біздің жауымыз әрбір қазақ білу керек. Тәуелсіздік алдық, бірақ әлі демалдық күштері бар. Біз қазақ жастары ұрпаққа жеткізу керек, ұмыттырмай. Оны ұмытуға тырысады. Ана мектеп оқулықтарында оқытады, бірақ толық жазылмайды ақиқат. Енді ана жаңағы лагерде қаншама әйел кісілер азапталған. 38 жылы бәрін атып тастады. Енді одан тірі қалған қазақ 41 жылы соғыс қайда кетті. 41 жылы, мысалы 31-32 жылдары 2-3 миллион қазақ қырылып қалды аштықтан. Тағы 2-3 миллион шетелге қашып кетті. Қалғаны қалды. Қалған өз қазақ даласында бір 2 миллионға жетер-жетпес қазақ қалған өзі. Соның өзі 1 миллион 200 мың майданға кеткен. Ақсағы бар, тоқсағы бар, кәрі жасы бар, хабары бар, түгел әкетті. Тұяқ қалдырмай, еркек кіндік қалдырмай әкеткен. Сұмдық қой, 1 миллион бір құлтты мүлдем жойып жіберу ғой бұл еркек кіндіктің. Соның енді тең жартысы сол майдан даласында қалды. 600 мың қазақ шахид болып кетті. Имандар саламат болсын. Анда келген сол 600 мыңның енді жартысынан көбі бас мүгедек дейді ғой, жаңа бір жоқ, бір қолы жоқ, бір аяғы жоқ, басы, жарты басы жоқ, тілі бастан соғып қалған. Былайша айтқанда денсаулықтан айырылып келді.
ол кісілердің жандары жәннатта болсын. Енді былай қарасаңыз 50-ші жылдар тың игеру, бүкіл жерді қопарып, қазақ даласында өз мықты жігіттердің көбісі соғыста кетті, келгендері жаңағыдай жаралы, қалғандары енді есін жиып жатыр. Қиыншылық, аштық, бұл кезде де аштық болған. Қырғын бала-шаға бас көтерер еркек жоқ, жұмыс істейтін аштық. 50-ші жылдар жер жыртты, ойбай тойдырамыз деп, бүкіл қазақтың жерін жыртып, оған жұмыскерді бүкіл бүкіл орыстар, алқаш орыстар, түрмеден шыққан орыстар, адам болмайтындарды, ат тастайтындардың бүкіл қазақ даласына әкеп пойызбен, вагонмен төккен ғой. Оның бәрін істеді. Қазақтар төбелесті. Бір еркектіктің көбісінде соғыс ұрып қалған. Келгендердің бір аяғы жоқ, бір қолы жоқ, не деп төбелеседі. Бас көтерсе ол сағып тастайды. Милиция шақыртады, үйтеді, бүйтеді. Енді мықты балалары шыққан ғой әр ауылдан, бірақ аз не істейді, бір-екеуінің шамасы жетпейді, оны ұрып соғады, атады. Өкімет құртады, жабылып орыс құртады. Қиыншылық заман. Қиын зәбір көрсетті. Кейін қалған 60 жылдан былай қарай айтпай-ақ қояйын, өздеріңіз де білесіздер оны. Бүкіл қазақ алқаш болып кетті. Орыстың саласын жеп, арағын ішіп, қазір енді арақтан енді кішкене көз ашылып жатыр. Әлі айтамыз ғой, мынау баяғы советтің адамы, бұл арақ ішіп, өмір бойы бірінші класстан көзін ашқалы берсе арақ ішкен. 40 жыл, 50 жыл арақ ішкен ғой, байқұс деп жаңа. Ешқандай бізге жақсылық әкелген қорлық, қырып жою, өздерінің бауырларын жаңа қырып жатыр ғой. Ол ертеректен де сол геноцид жасаған, аштықтан миллиондап қырған. Тарихты білу керек қой, әліге бері тарихты айту керек. Енді мысалы жаңа соғыс уақытында ол барасап, соғыс басталған кезде де масқара мына азиаттардың бәрін жіберді алдыға қарай. Орысың арт жақтағы қалып. Мысалы 41-42 жылы неғыз жау басып келген кезде олар дайындалып келген. Пушкада, мылтықта, танкіда, артиллерия, гранатаңызды төгіп атып, жаңбырдай болып. Соған алдына қарай айдатып жіберген ғой осы қазақты. Өзі қазақтың өз саны көп, осы қырғыз, өзбек, тәжікке қарағанда қазақтың саны көп болған. Сол жіберген армиямыз 1,2 деген сұмдық қой. Әскер адам. Сол қазақ көбісі. Енді ішінде қырғыз, тәжік бәрі кетіп жатыр ғой, түркменіңіз. Ар жағыңызда мына тауғалықтар бар, азғантай. Енді олар миллиондап әскер шығармаса да, олар да мыңдап шығарды. 42-41 жылда қып-қызыл жанып тұрған оқтың алдына салып жіберді. Жаңа бір парақшадан оқып қалдым. Бір эшелон жаңа қазақ балалар келді дейді. Осы Торғай мен Ырғыздың қазақтары 18-19-дағы. Өңкей таза қазақ балалар, ауылдан келген, қарапайым. Ешқандай дайындықтан өтпеген, ешқандай не жоқ, білімі жоқ, соғыс жайында. Соны бір түнде әкелгенде орманда әрлі-берлі атысып, кімнің қайда тығылғанын білмей отырған ғой. Жаудың қай жерінде танкісі бар, қай жерінде артиллериясы бар, қай жерінде несі бар. Соны әкелгенде мыңдаған қазақ, Торғай мен Ырғыздың қазақтары. Сол кіші жүздің қазақтары ғой, енді мына жағы, енді ұруға бөліп атқан жоқпын. Сол мекеніне қарай, мына жағыңыз қыпшақ. Мың қазақты қоя берген ғой, түн нөмірі бағында. Аналар прожекторге салып тұрып, артиллериямен де, басқамен де әкесін танытқан. Қай жерде бұлар артиллерия, қай жерде немен атып жатыр, қай таудан атып жатыр. Соны бұлар көріп алып, шабуылын жасайды да. Ертесінде жаңағы түгел қырылып қалған қазақтар. Мыңдаған қазақ, біреуі тірі қалмаған. Сұмдық қой. Түгел опат болған. Мың баланың ал келген. 1000 баланың қолында дені дұрыс бір қару жоқ. Бір қару атылмаған ғой. Сонда қолына жай таяқ бере салған ғой. Сойыл дейді ғой, баяғыны. Сойыл бере салған, таяқ бере салған. Енді берсе 1,5 мылтық болған шығар. Әлгі бір атар. Енді анандай
артиллерия танкіге қарсы ол. Дыбысы да шықпайды ғой, не атылып қойған. Түгел опат болған. Бірақ кете беріп, жүгіре берген, бітті алдыға. Әруақ деген дауыстар шыққан, бітті, басқа дауыс шықпаған. Кері қайтқан біреу болған емес. Кері қайтса, мына арттағылар атады. Жатып алып жаңа орекеңдер. Масқара жаңа құрбандық. Несін айта берейін, масқара ғой, жүрегің ауырады. Қырып салған қазақты, қырып салған. Енді кеп, сайрайдай кеп, осы көшеде қазақтар. Айналайындар, кішкене өзгеріп, әлгі бер тарихты оқыңдар, балаларыңа үйретіңдер білмесе. Енді ана мектептегі балалар білмейді ғой, енді оны отырғызып қою өзің бір ауыз әңгіме айту керек. Мәселен, көшеден көріп, бас салып мұрын қанату емес. Жалпы ішің сезіп жүрсің, жау қасыңда жүр. Жау жолдасың. Ана двордағы, ана көшедегі, жаңа орекең менің досым, менің класстасым, менің жаңа біріншем, пәленшем деп жүрген кезде қапыда қалдырып кетеді. Қай жерде өлтіріп кетеді. Мен енді осы өзімнің жеке пікірім, интернет желісі болғаннан кейін бір арандатушылық шақырып, ойбай кеттік аттан деп отқаным жоқ. Жалпы қазақтың тарихы бұл, білу керек, өз тілін құрметте. Сен кімнің тілінде сөйлеп жүрсің, сен соны зерттесе бірінші. Ол кім саған, қандай ұлт, не істеген, қалай келген? Олай болмайды. Қазақ елін дамыту керекпіз. Ата-бабамыздан қалған мұра бұл. Бұл жер аманат, бізге қанмен келген жер. Тілімізді құрметтейік, шама келгенше. Әр қазақ өзін құрметтеу керек, тілін құрметтеу керек. Аман болыңыздар, балаларыңызға жақсы тәрбие беріңіздер. Қиын заман болып тұр қазір. Кімнің кім екенін білсін, қазір қасында жүрген. Балаларыңыз қапыда қалып жүрмесін, кімнің кім екенін білсін.